Сәлем достар, бүгін біз горох сорпасын жасайтын боламыз. Видеода бұл сорпаны пісірудегі бірнеше пайдалы тәсілдермен бөлісетін боламыз. Сонына дейін қараңыздар. Алдымен етті кастрюльге салып, су құйып қайнатамыз. Қайнаған соң көбігін алып, горохты саламыз. Етпен бірге пісе береді. Біз горохты алдын ала жуып, суға бір түнге бұқтырып қойдық. Ол піскенше подлебін жасай береміз. Ол үшін пияз, сәбіз, картоп, қызанақ және сарымсақты тураймыз. Табаға май құйып қыздырып, видеодағыдай ретімен қуырамыз. Міне ет пен горох пісті. Етін бөлек алып, горохты блендермен еземіз. Енді сорпаға подлепті қосып, тұз бен дәмдеуіштерін саламыз. Артынан етті турап, оны да қосып жібереміз. Бәрі толықтай піскен соң сарымсақты езіп салып, тағы 5 минут қайнатамыз. Міне горох сорпасы дайын болды. Осылай езіліп әдемі болып пісті. Достар, сіздер де кешкі асқа жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.